Құрамына ешқандай да сода, разрехитель қосылмайтын, жұп-жұқа ажурный болып шығатын құймақтың рецептісімен бөлісемін. Тіпті құймақ жасай алмайтын ханымдардың өздерінде бұл рецептпен 100% бір жасағаннан шығатын болады. Ең алдымен ыдысымызға S1 категориялы 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Сосын 3 грамм тұз, 15 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы жылы сүтіміздің жартысын құйып, араластырып, оның үстіне 160 грамм електен өткізілген ұнды қосамыз. Ұнымызды ешқандай да ішінде түйіршік қалмайтындай етіп араластырып, үстіне жаңағы қалған сүтімізді құямыз. Оны да араластырып, оның үстіне қайнап тұрған 330 грамм ыстық суымызды құямыз. Және 30 грамм ерітілген сары майды немесе өсімдік майын құйып араластырамыз. Бізде осындай масса шығуы керек. Қызып тұрған табаға осылай бір ожау құйып аламыз. Негізі ең біріншісін құяр алдын табаларыңызды майлап, одан кейінгілерін майламай пісірсеңіздер болады. Осылай жан-жағы қызара бастағанда лопатканың көмегімен немесе қолмен ауыстырып пісіріп аламыз. Бұл құраммен менде 26 дециметрлік 18 дана құймақ шықты. Толық құрамын описаниеге жазып кеттім. Ал егер үйлеріңізде таразы болмаса, таразсыз-ақ жасалынатын өлшемдерді описаниеге жазып кететін боламын. Міне бізде осындай жұмсақ, жұқа, ажурный болып шығатын құймақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ас болсын.